Саламатсыздар ардақты ағайын, есімім Нәзира Сұлтан-Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін өздеріңізбен жүрек пен ми деген тақырып аясында кішігірім өзімнің ойыммен бөліскім келіп отыр. Жалпы осы көп адамдар өзіме не керек екенін білмей жүрмін, менің тіпті армандарым орындалмай жатыр, мен өз-өзімді таппай жүрмін деген сауалдардың аясында психологтарға барады, көптеген ізденістерді жасайды. Бұның бір шешімі, егер менің әңгімемді, мен дәл қазір айтып отырған әңгімемді ойланып қайта-қайта тыңдасаңыздар, мүмкін түсінесіздер. Жалпы осы менің әңгімемді тыңдап отырған адамдар жайдан жай тыңдап отырған жоқ бұны. Бір Алланың қалауымен тыңдап қалып отырсыздар. Шын негізінде бұлай алып қарайтын болсақ, біздің аяқ қолымыз бар, 12 мүшеміз сау, басымыз аман, бауырымыз бүтін пендеміз. Жалпы бізді ішкі сыртқы денеден жаратты. Тәнімізді жаратты, жанымызды жаратты. Аллах тағала аяқ қолымызды берді, мұрнымызды, көзімізді берді, құлағымызды берді, аузымызды берді дейік. Сондағы бергендегі, қараңыздар, Аллах тағала аяққа жүруді, қолға ұстауды үйретті. Көзге көруді, мұрынға дем алып дем шығаруды, ауызға сөйлеуді, тамақ жеуді, сондай әр мүшенің, дене мүшесінің атқаратын қызметі бар. Сол сияқты мидың да, жүректің де әуел баста Аллах тағала беріп қойған атқаратын қызметі бар екен. Сіздің жүрегіңіздің басқарушысы Алла тағала ешқашан қателеспейтін ең ұлы басқарушы. Алайда әлемдердің Раббысы Аллах тағала қаламайынша сендер ештеңеде қалай алмайсыңдар дейді. Такауир сүресінің 29 аятында. Яғни біздің ойымыздан шыққан армандарымызды, қалауларымызды Аллах тағала жүрегімізге салып қояды екен. Өйткені қараңыз, жүрекке Алладан басқа ешкімде достық жоқ. Бізді жаратқан Аллах тағала біздің сезімдерімізді де жаратты. Біз өзімізді жаратпасақ, сезімдерімізді қалай жарата аламыз біз? Әрине жарата алмаймыз біз. Жаңа айттым, егер сіздер түсінген болсаңыздар, жүректің қызметі қалау, мидың қызметі жасау. Яғни біздің жүрегімізге Алладан басқа ешкімде достық жоқ болса, шынымен де біз жүрегімізге әмір жүргізе алмаймыз. Жүрекке әмірді тек қана Аллах жүргізеді. Сондықтан, мысалға кейбір кезде сіздердің барлықтарыңыздың түсінікті тіліңізбен айтайық. Сіз біреуге ғашық болдыңыз дейік. Сосын сізге біреу ғашық болды дейік. Сізге ғашық болған адамға сіздегі ответный сезім болмаса, сіздің жүрегіңізде бір оған деген сезім болмаса, тартылыс күші болмаса, сіз өз-өзіңізді заставлять ете алмайсыз ғой. Сол сияқты армандардың да орындалуына ең басты себепші ол жүрек. Егер біз армандарымыздың, жүрегіміздің қалауын мен өзіме не керек екенін білмеймін, өзімді таппай жүрмін деген болсаңыз, онда сіз өзіңізді табу үшін жүрегіңіздің иесі Аллаға қарай бет бұрасыз. Бұрасыз да айтасыз: Аллах тағала, менің жүрегімді аш. Адамдардың жүрегі, көкірек көзі оянған кезде дейді, адам әр нәрсені көре бастайды және өзін таба бастайды және өзінің қалауларын дұрыс сезіне бастайды. Оказывается, мен мынаны қалайды екем, мен мынаны қаламайды екем деп өз-өзіңізге шынайы түрде өзіңіздің сауалдарыңызға өзіңіз жауап беретін боласыз. Жүректің иесі ол Аллах тағала, сол Алладан сұраймыз: Аллах, менің жүрегімді аша көрші, менің өзімді өзім табуыма жол көрсетші деген кезде жүрегіміз ашылып, жүректің қалаулары сыртқа шығып, және сол жүрек нені қалайды, ми соны жасайды екен. Мысалға, мен пәтер алуды қаласам, оны ми жасайды. Қалай маған алып келу керек екен, ми атқарып жасап тұрады екен. Егер мен көлік алуды қалайсам, миыммен қаласам, жүрегіммен емес, миыммен, ойыммен қаласам, ол орындалмайтын арман. Өйткені мен оны жүрегімде жоқ нәрсе ол. Жүрегім қалап тұрған жоқ. Мен жүрегім қалап тұрмаған нәрсені мен жасамаймын. Түсіндіңіз бе? Ми жасамайды, істемейді, жүрек қаламайды.
Оны ми қаласа да жүрек қаламайды. Әуел баста мен тағы да айтамын, жүректің ісі қалау, мидың атқаратын қызметі, ісі жасау. Сондықтан қалау мен жасауды дұрыс ажыратып алғанымыз жақсы болады. Жүрегіңізді Аллаға деген махаббатқа толтырып, ми жүректің дегенін жүзеге асыра бастағанда ғана өмірде гармония пайда бола бастайды. Ал егер де бұндай баланс болмаса, демек жүрек қалап тұрғанды естіп тұрған мидың түсінбеуі. Бұл жерде нені айтып тұрмын мен? Есту және түсінуді айтып тұрмын. Егер де бұндай баланс болмаса деп тұрмын, демек жүрек қалап тұрғанды естіп тұрған мидың түсінбеуі, яғни қалап тұрған нәрсемізді біз миға түсіндіреді екенбіз. Ми түсінген кезде бастап бұл жүзеге аса бастайды. Міне, құрметті тыңдаушыларым, менің бүгін айтқан азды-көпті әңгімелерімді сіздер естіп отырып, миларыңызға түсіндірсеңіз, онда ми міндетті түрде жүректің қалауын орындайды. Ал жүрек қалау үшін Аллаға бет бұруымыз керек, Алладан сұрауымыз керек. Аллах, менің жүрегімді аша көрші деп. Барлықтарыңыздың көкіректегі көздеріңіздің ашылғанын тілеймін. Аман сау болыңыздар.